Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге аз екен ғой арнасы. Бүгінгі видеода жоғалған ішіне жын кірген осы ойынның жалғасын көрсететін боламын. Видеоны термей видеодан шықпай соңына дейін көріңіздер, себебі видеоның әр жерінде өте қорқынышты, қызықты, сіздерді таңғалдыратын моменттер көп. Егер алдыңғы бөлімді көрмеген болсаңыз, онда бірінші соны көріңіз, себебі бұл бөлімді түсінбей қалуыңыз мүмкін. Видео басталмастан бұрын подписаться деген қызыл кнопканы басып, жанынан шыққан қоңыраушаны басып, осы видеоға лайкта басып қойыңыздар. Мұқият тыңдаңыздаршы, сіздерден өте үлкен өтініш, менің екінші арнамада тіркеле кетіңіздер. Ол Казонимус арнасы. Мен ол жақта өзім туралы қызықты реакциялар, қызықты қорқынышты видеолар, тіпті осы жақта көрсететін қорқынышты ойындарға стримдар, видеолар түсіретін боламын. Екінші каналымның ссылкасы описанияда немесе комментарийде болады. Керемет комментарияларда видеоның соңында. Ал біз видеомызды бастаймыз. Біз ойыншының Матиаспен сөйлесуге келген кезінен тоқтаған еді. Матиас ол шын өмірден ойынның ішіне түсіп кетіп, сол жақтан шыға алмай қалған бала еді. Ойыншы Матиастан: "Сен мені көріп тұрсың ба? Барды көріп тұрсың ба? Біз қай жерде тұрмыз?" деп сұрайды. Ал Матиас: "Иә, мен жай ғана қимылдай алмаймын" дейді. Ойыншы Матиастан өзінен алдын ойынға кірген адам туралы ақпарат сұрайды. Ал Матиас болса: "Мен білмеймін, мені алып кетші, мен ойыннан шығаршы, менің ойнағым келмейді, мен анаммен сөйлесуім керек" деп айтады. Және Матиас шын өмірде түссіз жоғалып кеткен балалардың қатарынан екен. Сонымен қатар Матиастан алдында бұл ойынды ойнаған адамдар ес-түссіз жоғалып кеткен. Матиас ойынның ішінде болса да дәл адам сияқты жауап беріп отырады. Осы ойындарды ойнаған адамдардың жан дүниесі ойынның ішінде қалып кеткен деген теорияда шындыққа жарасуы әбден мүмкін. Ойыншы Матиаспен сөйлесіп болғаннан кейін келесі миссияға кетеді. Сол кезде көшеде тұрған кезінде адамдардың осындай қуыстың арасынан өтіп жатқанын көреді. Ол да соның арасынан өтпекші болып осындай картаға түсіп қалады. Ол жерде сызғышпен жасалған портал тұр екен. Ойыншы порталға кіріп көруді шешеді. Порталдың сыртында түсініксіз жазулар жазылып тұр еді. Порталға кірген соң біз ойыншының осындай тұманмен қоршалған бір жерге түсіп қалғанын байқаймыз. Бір нәрсе осылай қимылдап тастың арқасына қарай кетеді. Ойыншы қасқырлардың жанына барып осындай қызықты көреді. Скример бар екенін ескертемін. Келесі миссияда біз көшеде жүреміз. Сол кезде ойын бізге сообщение жібереді. Яғни ойын "Қарның аш емес пе?" деп бізге айтады. Егер аш болса, онда сол жағыңа қара да сол жаққа бар дейді. Талдың жанына барған кезде жерде көкөніс, жеміс жидек, жапырақтар жатады. Және ойыншы солардың ішінен біреуін алып көруді шешеді. Ойын қайта басталған соң осындай бір көздің суреті бар шайтани есіктің алдынан шығамыз. Сол жерге барған кезде біз қайтадан тіріліп шығамыз. Бірақ текстураның барлығы, қаланың барлығы осындай күйде болады. Құдды ойынның іші тозақ болып кеткендей. Тіпті қала тұрғындары да осындай қорқынышты бейнеде болады. Сол кезде бізге ойыннан ескерту шығады. Ол жерде компьютерді перезагрузить етіп, яғни өшіріп қайтадан қосып, TG Brain приложениесі арқылы ойынға кіріңіз деп шығады. Ойыншы олай жасамайды. Неге? Себебі ол ойыннан тағда бір тұзақ болуы мүмкін. Бұл өте қауіпті ойындардың бірі болғандықтан, ойын сізге осындай тұзақтарға түсіргізу арқылы, осындай шарттарды орындату арқылы сіздің компьютеріңізге кіріп алып, немесе бір-екі системаны бұзып, сіз туралы барлық ақпаратты біліп ала алады. Және ойынды тауып алған, ойынды зерттеп жатқан адамның айтуы бойынша, дәл осы TG Brain приложениесі Матиастың ішкі жан дүниесін ойынның ішіне кіргізіп жіберіп, сол жақта құлтап тастады дегендей теорияда келтіреді. Көп рет қайталағанындай, себебі Матиас та бұрын осы ойынды ойнамақшы болған бала еді. Ойында байқағандарыңыздай, Матиастың жай ғана ойынның ішіндегі персонаж екеніне сену қиын. Себебі Матиас дәл адам сияқты бізге жауап беріп отырды. Яғни ойыншының қойған кез келген сұрағына тура адамдар секілді. Ойында мен сіздерге бір-екі миссияларды көрсеткен жоқпын, себебі олар қатты қызық, қатты маңызды емес. Біз осы уақытқа дейін жай ғана ойынның бастапқы этаптарын өткен болатынбыз. Ал ойынның нағыз қызықты, қорқынышты, мистикалық сәттері енді басталуда.
Бірінші этаптан өткеннен кейін бізді осындай портал арқылы тағы да бір картаға тастайды. Біз бұл картада өте қорқынышты персонаждарды, ұшып жүрген жарқанаттарды және жерде жатқан оттың бейнесіндегі бір қорқынышты персонажды байқаймыз. Уақыт өткен сайын оның үстіндегі от өше бастайды. Ол картада біздің персонажымызды тағы да өлтіріп тастайды және персонажымыз қайтадан тірілгеннен кейін осындай бір бөлмеге тап болады. Бізді құрбақа тағы да бір миссияға жібермек болып, осы жерден ойындағы ең қорқынышты, қызықты, маңызды миссия басталады. Бізге тозақта осылай қиналып жатқан персонаждарды көрсетеді. Оның түрі өте қорқынышты болады және қорқынышты айқай дауыстар шығарады. Бұл құбыжықтың не үшін бұлай қиналып жатқанын және оның кім екенін, онымен не болғанын білгіңіз келсе, мен оны келесі бөлімде саламын. Келесі бөлім бұл бөлімнен де өте қызықты әрі қорқынышты болады. Себебі қорқынышты картада құбыжықтармен соғысатын боламыз. Тағы да басқа тозақтың шайтани персонаждарымен танысамыз. Ойындағы сатанизмнің шайтани отсылкаларын талқылайтын боламыз. Жер планетасының, оның ішінде Қазақстанның, Орта Азияның қандай қауіп үстінде тұрғанын көреміз. Сондықтан да осы ойынның 3-ші бөлімі шыққанын қаласаңыздар, онда осы видеоның астынан 800 лайк жинап тастаңыздар. Жиналмай жатса өздеріңіздің достарыңызға да жіберіңіздер, олар да лайк бассын. Сіздер лайк жинаймыз дегенше мен осы ойын туралы ақпараттар да жинап қоямын. Ал мынау алдыңғы видеодағы керемет комментариялар. Егер комментарияға сізді қоспасам, онда ренжімеңіз. 50-60 комментарияның ішінен оларды таңдау өте қиын. Ал егер өте керемет комментария жазсаңыз, мен оны бірден байқаймын. Сондықтан да маған ақпарат жинауға көмек, мотивация ретінде әрқайсыңыз лайк басып, әрқайсымыз осы видеоның астынан керемет комментария қалдырып кетейік. Менің арманым 10 000 тіркелушіге жету. Менің арманымды орындайсыздар деген ойдамын. Ал осымен достар, видеомыз соңына да келіп қалды. Видео ұнаған болса, подписаться деген қызыл кнопканы басып, жанынан шыққан қоңырау шанына басып, осы видеоға лайк басып қойыңыздар. Сіздермен бірге болған Азекен ғой арнасы. Келесі кездескенше сау болыңыздар, аман жүріңіздер.